Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сізге брауни печеньесінің рецептісін ұсынамын. Печенье өте тез әрі оңай дайындалады, дәмі керемет болып шығады. Печеньені дайындау үшін бізге қант, сары май, шоколад, ұн, жұмыртқа және қопсытқыш керек. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, аппақ болып көтерілгенше миксермен араластырамыз. Одан соң сары май мен шоколадты алып, пеште орташа отта толықтай ерігенше араластырып тұрамыз. Еріген шоколад пен сары майды аздап суытып, жұмыртқалы массаның үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Қопсытқышты ұнға қосамыз. Ұнды аз-аздан салып отырып араластырамыз. Бізде осындай қамыр шықты. Қамырды 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырды кішкентай бөліктерге бөліп домалатамыз. Пеште піскенде көлемі үлкейетіндіктен арасын алшақ-алшақ орналастырамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 15 минутта пісіреміз. Одан артық ұстамаймыз, себебі печенье қытырлақ болып кетеді, ал брауни іші ылғал, жұмсақ болуы керек. Печенье сізге ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе шоколад жақсы көретіндерге керемет рецепт. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.